Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Алда келе жатқан 22 наурыз, ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Және де сіздерге наурыз көженің рецептісін ұсынамын. Осы видеоны соңына дейін қарап, және де наурыз көженің рецептісін өзіңізге сақтап алыңыз. Бізге қажет заттар ол сүрленген ет немесе қазы қажет болады, және де 7 түрлі дән қажет болады. Ең алдымен жүгері, фасоль, ноқат, лобия, бидай, күріш және де соңында маш қажет болады. Өзіңізге қажет дәнді дақылдарды пайдалансаңыз болады. Мен бір күн алдын осыларды суға жібітіп қойған болатынмын. Және де қазымызды кесіп алып, осылай кесілген жерін жіппен тігіп, ыдысымызға салып қайнататын боламын. Және де мен қазыға қосымша осындай жілікті салдым, үлкен сүйекті салдым. Сорпамыз өте майлы және де дәмді болып шығады. Ең алдымен етті бір қайнатып аламыз. Көбігін алып аламыз да, шамамен жарты сағаттай өзін қайнатамыз. Одан кейін ғана пиязды салып, және де дәнді дақылдарды өз пісу уақытымен біртіндеп салатын боламыз. Қайнап тұрған сорпамызға пісу уақыты бойынша ең ұзақ піседі деген жүгері мен ноқат болғандықтан жуып, тазалап, сорпамызға салып, қақпағын жауып, шамамен жарты сағат пісіретін боламыз. Одан кейін пісу уақыты бойынша бізде фасоль мен лобия болғандықтан оны да сорпамызға салып, қақпағын жауып, шамамен тағы да жарты сағаттай уақыт пісіреміз. Сорпамыздың көбігі шығып жатса, оны да алып тастап, тұзын, бұрышын дәміне қарап саламыз. Менің етім тұзды болғандықтан тұзын мен аз мөлшерде салдым. Және де бізде пісу уақыты бойынша 3-ші орында бидай мен машты салып, және тұзды салып, сорпамызды өте жай отта шамамен 2 сағат уақыт пісіретін боламыз. Көжеміздің барлық дәнді дақылдары толығымен пісті деген уақытта біз ең соңында күрішті жуып, тазалап саламыз. Күріштің пісу уақыты өте аз болғандықтан сорпаның, көженің ең соңында салатын боламыз. Және де аз ғана мөлшерде сорпаны бөлек ыдысқа құйып аламыз. Бізге ол құртты жібітіп қою үшін қажет болады. Наурыз көжеміз толығымен піскеннен кейін етін және де сүйегін, қазысын бөлек сүзіп аламыз да, сүйегінен етін бөлек ажыратамыз. Сондай-ақ етті жерлерін бөлек, майлы, безді жерлерін бөлек кесіп алып тастаймыз. Етті жерлерін өте ұсақ бөлшектерге бөліп турап, және де қазысын тілімдерге бөліп, етті жерлерін қазанымызға қайтадан саламыз, ал қазыны кесесіне әркімнің бөлек-бөлек қалауы бойынша салатын боламыз. Қазыны қазаннан шығарғаннан кейін біраз уақыт суытып болғаннан кейін кескен дұрыс, болмаса шашылып кететін болады. Және де біздің құртымыз осылай кеседе, сорпада жібіп тұрды біраз уақыт. Енді оны шанышқының көмегімен жақсылап езіп аламыз. Және де сорпамызға етті салып, үстіне жаңағы езілген құртымызды құямыз. Ыстық сорпаға бірінші айранды құйып жіберсеңіз, айраныңыз іріп кетуі мүмкін. Сол себептен осылай езілген құртты құйып, әдемі осылай араластырып аламыз. Дәмі керемет болып шығады, құртты езіп салатын болсаңыз. Содан кейін ғана біз айранымызды құятын боламыз. Бұны барлығын бөлек кесеге, бөлек ыдысқа салып араластырамыз. Үлкен ыдыстағы, қазандағы сорпамызға барлығын араластыруға болмайды, өйткені ол ашып кетуі мүмкін, көп уақыт тұрмайды. Біздің наурыз көжеміз дайын болды. Көжеміз өте дәмді, толығымен барлығы піскен, әдемі болып шыққан. Енді кеселерге құйып, ұсына берсеңіз болады.
Баршаңызға дәл осы рецептпен наурыз көжені дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына кепілдік бере аламын. Және де менің каналыма тіркеліп, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Комментарияға өзіңіздің сүйікті рецептіңізді жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше.